Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге дәмді торттың рецептін бөлісетін болам. Торттың құрамы өте жеңіл, әрі үйден табылатын заттардан жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де арасы өте ылғалды болып келеді. Құрғақ болмайды, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек, және де үстіне қантымызды, шым тұзымыз салып, жақсылап миксерлейміз. Шамамен миксерлеу уақыты 10 минуттай болады. Толық 10 минут миксерлегеннен кейін осындай болып 2-3 есе ұлғаяды. Енді құрғақ заттарымызды дайындайтын боламыз. Ұнымызға разрыхитель және ванилин салып, міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Үстіне салып, барлығын бірден салсаңыздар болады. Енді лопатканың көмегімен ұнымыз толық араласқанша бір бақытта араластырамыз. Барлығын толық араластырып алдық. Енді тавамызды дайындайтын боламыз. Тавамыздың астына пергамент қағазын төседім. Барлығын жақсылап қойып болғаннан кейін бетін тегіс болып пісіп шығу үшін тегістейтін боламыз. Шырпының көмегімен осылай бетін жүргізіп шықсаңыздар, теп-тегіс болып шығады. Және де 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде пешіміз қызып тұруы қажет. Біздің бисквитіміз дайын болды. Міндетті түрде толық суығанша ыдыстан босатпаймыз. Толық суығаннан кейін ыдыстан бөлек алып, осылай салафанмен орап, пергамент қағазымен орап, холодильникке саламыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін газымызды жағып, бай отты қойып, ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Өте бай отта қоямыз. Қатты отта қоймаңыздар, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетеді. Енді барлығын жақсылап араластырып 10 минуттай отта ұстаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді отымызды сөндіреміз. Енді сары майымызды миксерлеп алғаннан кейін және де бөлме температурасында болуы қажет. Сары майымыз осылай 2-3 қасықтап дайындаған кремімізді осылай 2-3 қасықтап салып араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды құрастыратын боламыз. Тортымыздың асты айналып тұру үшін микроволновканың тәрекесін қолдансаңыздар болады. Енді осының үстіне бисквитімізді қойып, ортасынан бөліп аламыз. Екі немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді таваларыңыздың көлеміне қарай байланысты. Және де бетіне сумен қантымызды араластырып құйып шығамыз. Және де дайындаған кремімізді үстіне салып, лопатка немесе пышақтың көмегімен жағып шығамыз. Креміміз жақ болғаннан кейін үстіне екінші коржымызды салып, қалған кремімізді жағып, үстіне әсемдікке мен шоколад пайдаландым. Осындай шоколадты майда күштен өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Тортты дайындап болғаннан кейін бірден кесіп жей берсеңіздер болады. Холодильникке салудың қажеті жоқ. Біздің тортымыз дайын. Енді сіздерге бөліп арасын көрсетейін. Кескеннің өзінде өте жұмсақ екені көрініп тұр.
арасында осындай болып шығады. Өте қатты биік емес, әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де арасы құрғақ болмайды, влажный, өте дәмді. Сөзсіз ұнайтынына мен сенімдімін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Ас болсын. Және де сізге бөлісетінім осы видеоның астында описание бөлімінде сіздерге тағы да керемет рецепттерім бар. Сол рецепттерді көріп, тағы да дәмді тағамдарымды жасасаңыздар болады.